Армандар шындыққа айналады, егер ойлар әрекетке ұласса. Әрбір қадам арманыңа жақындайтын мүмкіндік. Мен арманыма жақындайтын мүмкіндіктерді Алматы технологиялық колледжінен аламын. Қайырлы күн, мен Құтпанбай Анар Талапқызы, Алматы технологиялық колледжінің 3-ші курс студенті. Менің таңдаған жолым туризм саласы. Туризм мен үшін тек мамандық емес, қызығушылығым мен болашағымның бастауы. Білімді дамыта алмайтын елдің болашағы жоқ демекші, 50 жылдық тарихы бар колледжде оқу бұл үлкен жетістік пен мақтаныш. Мұндай тарихи терең мекемеде білім алған студенттің де болашағы жарқын болатыны сөзсіз. Мен білімімді тек сабақпен шектеп қоймай, түрлі бағыттарда сынап, өзімді жан-жақты дамытуға тырысамын. 3 жылдан бері колледж президенті ретінде көшбасшылық қабілеттерімді шыңдадым. Сонымен қатар 2023 жылдан бастап Алматы қаласындағы Қамқор қайырымдылық қоғамдық қорының мүшесі болып, қоғамға пайда тигізу жолында белсенділік танытып келемін. Колледжаралық саналы ұрпақ клубының мүшесі ретінде саналы азаматтық ұстанымымды қалыптастыруға атсалысамын. Туризм саласы бойынша да үнемі дамуға тырысып, түрлі жарыстарға қатысып, өзімді сынап, бірқатар жетістіктерге қол жеткіздім. Әр жетістігім маған алға қарай ұмтылуға, жаңа белестерді бағындыруға деген сенімімді нығайта түсті. Туризм еліміздің экономикасына ғана емес, сонымен бірге мәдени мұрамызды насихаттауға, жаңа жұмыс орындарын ашуға, ел мен елдің арасындағы қарым-қатынасын нығайтып, халықаралық деңгейде еліміздің имиджін қалыптастыруға септігін тигізеді. Мен туризм саласының болашағы зор екеніне сенемін және осы салада дамып, еліміз үшін пайдалы істер атқарғым келеді. Жеке жетістіктерім мен тәжірибем арқылы туризмнің дамуына өз үлесімді қосуды көздеймін. Туризм бұл тек мамандық емес, сонымен қатар елге қызмет етудің және мәдениетімізді танытудың ерекше мүмкіндігі.